Сәлем тоқмаш ханымдар, бүгін біз балеткамызға мынандай гүл тоқып үйренеміз. Ол үшін мен екі түрлі қылып алдым. Ортасын бір түспен, лепестоктарын бір түспен. Ол үшін біз в кольцо амигуруми саусағымызға қойып, осы кольцоға 12 столбик с одним накидом тоқимыз. 2 воздушный петля көтереміз. Крючокқа бір ілмек іліп алып, бір жіпті орап алып, столбик с одним накидом. Мына воздушный петля көтергеніміз біреу болып саналады. Енді 10 тоқимыз. Общий 12 болу керек. 12. Ортаңғы жібімізді тартамыз да. 2 воздушный петляның екіншісіне соединительный столбикпен біріктіріп аламыз. Мен 2 түрлі жіппен тоққаннан кейін бір жібімді кесіп тастаймын ортасындағысын. Енді келесі лепестоктарын тоқимыз. Лепестоктарын үшін жібімізді кіргізіп аламыз. Екі воздушный петлямен көтереміз. Дәл осы жіп кіргізген жерімізге 4 столбик с одним накидом тоқимыз. Мына көтерген 2 воздушныйымыз біреудің орнын атқарады. Екіншісі, үшіншісі және төртіншісі. Келесі столбикке столбик без накида тоқимыз. Жібіліп аламыз. Келесі столбикка столбик с одним накидом, бірақ без столбик тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Без столбик с одним накидом. Алдыңғы рядтағы бір столбикке бір столбик без накида тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, соңғысы бесеу. Келесіне столбик без накида. Келесіне столбик с одним накидом. Бір астыңғы столбикке бір столбиктің өзінен бесеу тоқимыз. Төртеу, бесеу. Келесіне бір столбик с одним накидом. Без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4. Без, одан кейін 6 лепесток шығу керек 12-ден. Біреу, солған екеу, үшеу, төртеу. Дәл сол жерге қайтадан бесіншісін. Бесеу. Келесіне столбик без накида тоқимыз. Одан кейінгісіне қайтадан без столбик с одним накидом. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Және міне соңғы петляға без накида тоқимыз. Жаңа біз бастапқыда 4 столбик с одним накидом көтергенбіз. Сол тоқыған біріншісіне тағы бір столбик с одним накидом тоқимыз. Сонда ол жерде де бесеу болады. Бесіншісі. Көтерген екінші воздушный петлямызға соединительный тоқимыз. Жібімізді кесеміз, тартып шығарып аламыз, ат жағына өткіземіз. Осындай гүл шығады. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді деген ойдамын. Осып, ортасына моншақ өткізіп қойға болады. Артық жіптерді біріктіріп түйіндеп
мына гүлдің ортасына инемен или крючокпен тығып тастайсыздар.